Құрметті оқушылар, біз бүгін қоғамымыздың ең өзекті мәселелерінің бірі нашақорлықтың зияны және оның құқық бұзушылықпен тығыз байланысын талқылаймыз. Закладка деректі фильмі арқылы сендер есірткіге тәуелділіктің жеке адамның өміріне, оның отбасына және қоғамға қалай кері әсер ететінін көресіздер. Фильм біз үшін өте әсерлі болды. Есірткіден өзімізді аулақ ұстау, бұл өз өмірімізді қорғау екенін ұмытпауымыз қажет. Нашақорлық пен қылмыстың байланысы өте қауіпті. Біз осындай жаман әдеттерден сақтану үшін дұрыс шешімдер қабылдауымыз қажет. Бұл деректі фильм арқылы есірткінің қауіптігін ғана емес, оның қылмысқа қалай итермелейтінін анық көрдім. Есірткі мен қылмыстың байланысы адам өміріне қауіпті екендігін фильм бізге өте анық көрсетті. Фильм маған өмірімізді дұрыс бағытта ұстау үшін қандай шешімдер қабылдау керектігін үйретті. Есірткіге қарсы күресте қоғам болып қолға алсақ қана жастарды қорғап қала аламыз. Бұл сабақтан кейін мен есірткінің зияндығы туралы көбірек ойлана бастадым. Фильм жастарды осындай жаман әдеттерден сақтандырып, саналы өмірге шақырады. Өзіміз де айналамызда бұндай әдеттерден аулақ болуымыз қажет. Есіртке тұтынған адамдар алдағы 10 жылдықта өзінің еліне, мемлекетіне жарамсыз болып қалатын адамдар тобына жатады, және де олар моральды тұрғыда, физикалық тұрғыда сынып, және де өздерінің өмірін алдыға итермей алмай қалады. Өйткені олар түрмеге отырады, осы есірткінің кесірінен олар жұмыссыздыққа ұшырайды, олар өздерін асыра алмай қалады және сауатсыз болып осы жаңа өмірге енеді. Сол себепті есірткіні тұтынбау керек. Нашақорлық жеке адамның мәселесі емес, бүкіл қоғамның мәселесі. Әр адам дұрыс таңдау жасауы қажет. Есірткі сенің денсаулығыңа да, болашағыңа да зиян. Фильмді қарап дұрыс шешім қабылдау керек екендігін түсіндім. Фильмнен алған басты сабағым әрқашан өз өміріңізге жауапкершілікпен қарап, теріс жолдан аулақ болу. Фильмнен мен есірткінің қандай қауіпті екенін жақсы түсіндім. Бұл фильм маған есірткіге қарсы күрестің маңыздылығын көрсетті. Әр адам өз болашағына жауапты. Фильмнен кейін әр адам өз таңдауын саналы түрде жасау керек деген ой түйді. Есірткіден аулақ болу ол саналы таңдау. Фильмде біз зиянды заттардың нағыз қоғам арасындағы басты мәселе екенін білеміз. Сол үшін біз оларға қарсы күресуіміз керек. Есірткі қауіпсіздігі туралы деректі фильм менің өз болашағымның қауіпсіздігі туралы ойлануға ой түйді. Фильм ескертілген тек жеке өмірге ғана емес, қоғамда зиян екенін көрсетті. Нашақорлық адамды құрдымға жетелейтін жол. Өз болашағымыз өзіміздің қолымызда. Фильм есірткінің зияны мен оның адам өміріне тигізетін әсері туралы нақты көрсетті. Фильмден алған сабағым жаман әдеттерден аулақ болу және дұрыс шешім қабылдау. Есірткі тек жеке адамға емес, барша қоғамға әсерін тигізеді. Фильмнен есірткінің қауіпті екенін түсіндім. Есірткіге тәуелді болу адамды құрбанға апаратын жол. Осы фильмнің арқасында есірткіге ешқашан жоламаймын. Фильмнің әсері өте ерекше болды.